Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге SM Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге бүгін 3-ші сабағымызды бастағалы жатырмыз. 3-ші сабақ бұл осы барлық бөлшектер тақырыбындағы ең негізгі сабақ деп айтсам да болады, себебі бұл барлығының бастамасы. Бұл жерде бүгінгі сабақта сіздер не үйренесіздер? Ең алдымен бөлшектерді қосу. Бөлшектер дегеніміздің ішінде бұрыс бөлшекпенен бұрыс бөлшек, дұрыспенен дұрыс, араласпенен дұрыс, араласпенен бұрыс, бүтін санменен дұрыс бөлшек, бүтін санменен аралас бөлшек, неше түрлі жағдайларды бірге қарастыратын боламыз. Азайту кезінде де дәл осындай жағдайлар, бірақ та азайту түрінде болатын болса, не істейміз? Олардың барлығын сіздерге түсіндіретін боламын. Ендеше сабағымызды бастайық, кеттік. 9-дан 1-ге 9-дан 4 қосылып тұр. Бөлімдері бірдей бөлшектер деп аталады. Бөлімдері бірдей болғандықтан бұл жерде не істейміз? Бөлімдерін бір орында қалдыру керекпіз. 9-ға 9 қосып 18 деп жіберуге болмайды. 9 болып қалады. Бөлімдері 9 болатын болса, сосын алымдарын қосамыз тек қана. Сонда 1 менен 4 қосылып 5-ті береді екен. Келесінде аралас сан менен дұрыс бөлшек қосылып тұр. 2,11-ден 3-ке 11-ден 7-ні қосу керекпіз. 2 менен мынаның 0 бүтін деген қосылады. 2 болады екен. 11 менен 11 қосылмайды 22 болып. 11 болып қала береді. Бөлімдері бірдей болса, дәл сол күйінде қалады. 3 менен 7 қосылып, бізге мына жаққа 10-ды береді. Енді 2 менен 6 қосылады, мына жақта 8 болады. 13 менен 13 орында тұра береді. 4 менен 5 қосылып 9 болады сонда. Түсінікті ғой? Ал алу кезінде дәл жаңағыдай бөлімдері бірдей болатын болса қалады. 7-ден 2-ні азайтамыз тек қана алымында. Сонда 5 қалады, 9-дан 5. Болғаны осы ғана. 11-ден 5. Бұл жерден істейміз. 7,11-ден 9 дегеніміз бұл аралас сан, сосын азайтылып тұр 11-ден 5 деген дұрыс бөлшек. Аралас санның бұл жердегі бүтін саны бұл 7, мынаның бүтін саны бұл 0 болып табылады. Сондықтан 7-ден 0-ды азайтатын болсақ 7 болады. 11 менен 11 бұл бөлшектің бөлімдері болғандықтан, бөлімдері бірдей болған жағдайда 11 бөлімі болып қала береді. 9-дан 5 азайтамыз, сол кезде мына жерде 4 болады. Енді келесі есептерді шығару үшін мен сіздерге мына соңғы екеуін түсіндіруді жөн көріп отырмын. Қарайық, 5 бүтін деген санға, 7-ден 3 деген санымыз қосылып отыр, сонда тек қана бірге жазыла қояды, сонда 5 бүтін 7-ден 3 деп. Түсіндіңіздер, 7 бүтін қосылған 10 бүтін 9-дан 5 болса, онда да бүтін саны менен бүтін саны қосыла қояды. 17 бүтін 9-дан 5 бола қояды, болғаны осы. Енді мынаған көшетін болсақ, біраз нәрселер үйрену керексіздер. Қараңыздар, себебі 8-ден 5 азайтасыңыз, мысалға 3 болады, сосын 17 менен 17 бірдей болғандықтан 17-ні орында қалдырамыз. Енді 4-тен 8 алынбайды. Не істейміз? Есеп шықпайтын секілді көрінеді, бірақ та біздер былай алу керекпіз. Мына 8,17-ден 4 дегенді, 8,17-ден 4 дегенді мына жерге жазайын. Былай алсақ болады ғой? 8 қосылған 17-ден 4 деп алсақ болады. Содан кейін 8 дегеніміздің орнына 7 қосылған 1 деп аламыз. Қосылған 17-ден 4-іміз тұр орнында. Енді мына 1 менен 17-ден 4-ті қосатын болсақ, былай деп алады сонда. 7 қосылған 1,17-ден 4. Енді тең болады 7 қосылған 17-ден мына бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, мына аралас санымызды 17-ден неше болады? 21 болады, дұрыс қой. Сонда бұл дегеніміз 7,17-ден 21 болып ауысады екен. Яғни осылай азайтылмай жатса, біздер мынаның бір бүтінін мына жаққа бөлшек ретінде ауыстырып жібереміз деген сөз. Келесіде мен сіздерге мына жерде дәлелдедім қалай ауыстыру керек екен. Енді бұл жерде осындай есептер кездесетін болса, келесілерін мен көрсеткен тәсілмен шығарамыз. Түсінікті ғой? Сонда 8,17-ден 4 дегеннің орнына 7,17-ден 21 деп жазсақ болады екен. Азайтылған 5,17-ден 8 болады. Сонда 7-ден 5 азайтамыз 2 болады. 17 менен 17 бірдей болғандықтан бөлімі болып орында қалады. 21-ден 8 азайтатын болсақ 13 болады. Сонда 2,17-ден 13 деген жауап шыға қояды екен. Мына жерде
15 бұл бүтін сан, бұл 10 деген бүтін сан. 15-тен 10-ды азайтамыз 5 болады. 13 пенен 13 бөлімі болып қала береді. 10-нан 8 азайтылады бұл жерде. 2 болып тұрады. Сонда 5 бүтін 13-тен 2 болады екен жауабы. Келесі есепте 7 бүтін 5-тен 6 бүтін 5-тен 2 деп тұр. 7 бүтін 5-тен 1-ден 6 бүтін 5-тен 2. Енді ойланып көрейік. Қазір мына жерде 7-ден 6-ны азайтамыз. 1 болады. 5 орында қалады. Мына 1-ден мына 2 азайтылмайды. Сондықтан не істейміз? Мынаның 1 бүтінін мына жаққа беру керек. Сонда 7-ден 1 бүтінін азайтамыз. Сол кезде бұл 6 болып қалады. Мына 1 бүтінін 5-ге көбейтеміз. 5 болады. Мына 1-ге қосамыз. 6 болады. Сонда 6 бүтін 5-тен 6 деп жазсақ болады екен. Мына 7 бүтін 5-тен 1 дегеннің орнына мынаны жазып отырмыз. Сосын азайтылған 6 бүтін 5-тен 2 дегенін қайталап көшіріп жазамыз. Енді бүтін саннан бүтін санды азайтамыз. 6-дан 6-ны 0 болады. 0-ды жазбай қоямыз. 5-тен 5 азайтамыз. Азайтқан кезде бұл 5-тен 6-дан 5-тен 2 азайтылып жатқан кезде қараңыздар, 5-тен 5 азайтылмайды. Себебі бұл бөлімінде тұр. Бөлімдері бірдей болатын болса, бөлімі орнында қалады 5 болып. 6-дан 2 азайтылады, бұл жерде 4. Сонда 5-тен 4 деген жауап шығады екен. Түсінікті болды ма сіздерге? Ал енді, құрметті достар, бұл жерде бөлімдері әр түрлі. Сонымен 5-тен 3 қосылған 3-тен 2 деп тұр. Бұл жерде 5 пенен 3-ті қосып 8, мынау менен мынаны қосып 5 деп 8-ден 5 деп жазатын болсақ, бұл өте қате нәрсе болады. Яғни 8-ден 5 деп жазуға болмайды. Түсінікті ме? Бұл жерде қалай шығарылады? Бұл есепті шығару үшін бөлімдеріне қараймыз. Бөлімдері біріншісінде 5, екіншісінде 3. Ортақ бөлімге келтіру керек. Немесе алдыңғы сабақтардан білетіндеріңіздей 2 ой иесін табу керекпіз. Сонымен 5 пенен 3-тің 2 ой иесі нешеге тең болады? 15-ге тең болады. Білеміз ғой, 15-ге тең болатын. Немесе 5 пенен 3-тің 2 ой иесі нешеге тең екенін білмейтін жағдайда не істейміз? Үлкен санға қараймыз. 5. 5 3-ке бөліне ме? Бөлінбейді. 5-ке онда 5-ті қосамыз тағы да 10 болады. 10 3-ке бөліне ме? Бөлінбейді. 10-ға 5 қосамыз 15 болады. 15 енді 3-ке бөлінеді. Сонда 15 дегеніміз 5-ке де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. 15-ті 5-ке бөлеміз содан кейін. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 болады. Енді қараңыздар. Мына жерде жазған сандарымызды алымында тұрған сандармен көбейтеміз. 3 пенен 3-ті көбейтеміз. 9 болады. 5 пенен 2-ні көбейтеміз. 10 болады. 9-ға 10-ды қосатын болсақ 19, ал бөлімінде 15 деген сан. 19-ды 15-ке бөлетін болсақ 1 бүтін 15-тен 4 болатынын білесіздер. Келесі есебіміз. 4 бүтін 3-тен 1-ге 6-дан 5-ті қосу керекпіз. 4 бүтін 3-тен 1 және 6-дан 5. Бүтін сандарын қосамыз. Мына жерде 4, мына жерде 0. 4-ті қосамыз. 4 пен 0-ді 4 болады. 3 пенен 6-ның ортақ бөлімі бұл 6. Себебі үлкен санына қараймыз дедік. Тағы да үлкен сан бұл 6 болған еді. 6 3-ке бөліне ме? Бөлінеді. Сондықтан 1-ден 6-ны жазамыз. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2, 6-ны 6-ға бөлетін болсақ 1. Енді мына 2 менен 1-ді көбейтеміз 2 болады. Мына 5 менен 1-ді көбейтеміз 5 болады. Қосамыз сонда. 4 бүтін 6-дан 7 болады екен. Бірақ та қарап отырсақ, мына бөлшек бұл біздің бұрыс бөлшек. Сондықтан бұны былай жазсақ болады. 4 қосылған 6-тан 7 дегеніміз неше бұл? Бұл 1 бүтін 6-тан 1 ғой. Сондықтан бұл жерде 5 бүтін 6-дан 1 деген жауап шығады. Келесі есебімізде 3 бүтін 4 бүтін 6-дан 5. Не істейміз? Бөлімдеріне қараймыз, бүтін сандарына қараймыз, содан кейін есепті шығаруды бастаймыз. 3 пенен 4 қосылады, 7 болады. 4 пенен 6 тұр. 4 пенен 6-ның ортақ бөлімін табу керекпіз. Ортақ бөлімі 12 болады. 4 пенен 6-ныңқы 12, себебі 12 ең кішкентай сан, екеуіне де бөлінетін. 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 болады. 12-ні 6-ға бөлеміз, 2 болады. 3 пенен 2-ні көбейтемін, 6 деймін. Қосылған ортасындағы мынаны жазам. 5 пенен 2-ні көбейтемін, 10 деймін. Сонда 7 бүтін 12-ден 16 болады. Енді 7 бүтін 12-ден 16 дегенді 7 қосылған 1 бүтін 12-ден 4 деуге болады. Немесе 8 бүтін 12-ден 4 деп жазамын.
Енді қараңыздар, бөлшектердің алымы мен бөлімін бірдей санға көбейтіп бірдей санға бөлетін болсақ, ол бөлшек өзгермейтінін білеміз. Сондықтан бұл жерде 4 пенен 12-ні 4-ке қысқартамыз. 4-ті 4-ке бөлетін болсақ 1, 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3 болады. Сонда бұл 8,3-тен 1 деген жауап шығады екен бұл жерде. Келесі есебімізде 3-тен 2 азайтылған 4-тен 1. Бұл жерде бүтін сандары жоқ, тек қана азайту тұр. Азайту кезінде дәл жаңағыдай ортақ бөлімге келтіреміз, содан кейін барып азайтуды орындаймыз. 3 пенен 4-тің ортақ бөлімі бұл 12, себебі 12 бұл кіші сан, 3-ке де 4-ке де бөлінетін ең кішкентай сан. Мысалға 60 бөлінеді 3-ке де 4-ке де, бірақ 60 деген бұл ең кішкентай сан емес. 12 немесе үлкен санына қарау арқылы қалай табу керек екенін білеміз. 4 3-ке бөлінбейді, сондықтан 4-ке 4 қосамыз 8 3-ке бөлінбейді. 8-ге 4 қосамыз 12 3-ке бөлінеді, сондықтан 12-ні жаздық. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4 болады, 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3 болады. Сонда мына жерде 8 болады, 4 пенен 2 көбейтіліп азайтылады, 3 пенен 1 көбейтіліп 3 болады екен. 8-ден 3-ті азайтамыз, алымында 5, бөлімінде 12 қалады. Түсінікті ғой? Келесісінде 6,8-ден 5 азайтылған 4-тен 1 деп тұр. Сондықтан 6 бүтіннен мынаның 0 бүтінін азайтамыз. 6 болады. 8 бенен 4-тің ортақ бөлімі 8. Себебі үлкен санын 8 деген. Бұл 4-ке бөлінеді, сондықтан 8 болып қалады. 8-ді 8-ге бөлетін болсақ 1, 8-ді 4-ке бөлетін болсақ 2. Мына жерде 1 менен 5 көбейтіліп 5-ті береді. Азайту тұр, 2 менен 1 көбейтіліп 2-ні береді. 6,8-ден 3 болады сонда. 6,8-ден 3. Келесі 4,4-тен 3 азайтылған 6-дан 5 деп тұр. 4 бүтінін жазамыз. Мына жерде 0-ді азайтатын болсақ 4 қалады. 4 пенен 6-ның ортақ бөлімі 12. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3. 12-ні 6-ға бөлетін болсақ 2. 3 пенен 3-ті көбейтеміз 9. 9-дан азайтамыз 7-ні 2 деп жазамыз. Енді 4,12-ден 2 дегенді сонда 2-ге қысқарту арқылы 4,6-дан 1 деп жазсақ болатын үйрендік. Келесі есепте 4-тен 1-ді азайтамыз 3 болады. 5-тен 2-ні азайтатын болсақ азайтуға болмайтын тағы да айтайын сіздерге. 5 пенен 2-нің ортақ бөлімін табу керекпіз. Бұл жерде бөлімі 10-ға тең болады. Себебі 10 бұл 5-ке де 2-ке де бөлінетін ең алғашқы сан. 5-тен 2-ні азайтып 3 деп жазып қоюға болмайды. 10-ды 5-ке бөлетін болсақ 2, 10-ды 2-ке бөлетін болсақ 5. Сонда 2-ні 3-ке көбейтеміз 6. 6-дан мына 5 пенен 1-дің көбейтіндісін 5-ті азайтқан кезде 1 шығады. 3,10-нан 1. Келесі 7,8-ден 1-ден 2,6-дан 5-ті азайтамыз. 7-ден 2-ні азайтамын 5. 8-ден 6 азайтылмайды, себебі бөлімдерінде тұрғандықтан 8 бен 6-ның ортақ бөлімі табылады. Бұл жерде былай жасаймыз. 8 үлкен сан, 8 6-ға бөлінбейді қалдықсыз. 8-ге 8 қосамыз 16, 16 тағы да 6-ға бөлінбейді. 16-ға тағы да 8-ді қосамыз, 24 6-ға бөлінеді. Сондықтан 24 бұл ортақ бөлімі болып жазылады. 24-ті 8-ге бөлетін болсақ 3, 24-ті 6-ға бөлетін болсақ 4. Мына жерде 3-тен 20 азайту керекпіз. 3-тен азайту керекпіз 20-ны. Сонда азайтылмай тұр. Енді осы жерде бағанағы қолданған нәрсені қолданамыз. Сонда мына 7,8-ден 1 дегеннің орнына не деп жазамын? 1 бүтінін алып тастап 6 бүтін деймін. Мына 1 бүтін алдық қой қарызға. Сол 1-ді мына 8-ге көбейтемін 8 болады, 1-ге қосам 9 болады. 6,8-ден 9 деп жазамын. Азайтылған 2,6-дан 5 деп жазамын. Түсіндіңіздер ме? Мынау менің 7,8-ден 1-нің орнына жазылған нәрсе. Сонда енді азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтамын 4. 8 бен 6-ның ортақ бөлімі. Жаңа 24 деп айтқан болатынбыз. 24-ті 8-ге бөлеміз 3 болады, 24-ті 6-ға бөлеміз 4 болады. Сонда 3 пенен 9-дың көбейтіндісі 27-ге тең, 4 пенен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. 27-ден 20-ны азайтатын болсақ 7 болады. 4,24-тен 7 деген сөз. Келесі есебімізде. Бұл жерде былай. Міне мына жерге мен сіздерге есептің жауабын беріп қойғанмын. Бірақ та тағы да бір рет түсіндіріп кетейін. 12 бүтін азайтылған 5,7-тен 3 деп тұр. Мен бұл жерді қалай жасадым? 12 бүтін дегеніміз, міне мыналардың барлығына былай жасайық. Мына жерге бір сызық белгілеп кетейін. Осының астына түсіндіретін боламын. Қарайық. 12 бүтін дегеніміз бұл
11 қосылған 1. Дұрыс қой. 11-ге 1 қоссақ 12 шығады. Енді 11 қосылған деймді, ал 1-дің орнына мен мына келесі бөлшектің бөліміне қарап отырып, 7-ге қарап отырып, 1-дің орнына 7 бөлінген 7 деп жазамын. Неге оның бөліміне қараймын? Себебі қазір бөлімдері бірдей болатын болса, азайту өте оңай болады. Сонда бұны 11,7-ден 7 деп алуға болады екен. Мынаның бөлімі 9 болса, 9-дан 9 деп, 1000 болса, 1000-дан 1000 деп алуға болады. Ешқандай проблемасы жоқ бұл жерде. Енді, сонда бұны 11,7-ден 7 деп 12-ні алып отырмын. Сосын азайтылған 5,7-ден 3 дедік. 11-ден 5 азайтатын болсақ, міне мына 6 шығып отыр. 7 болғандықтан бөлімі қалады, көрдіңіздер ме? Ортақ бөлімге келтіріп отырмайсыздар. Сондықтан 1-ден 7-ге айналдырып жаздым. Енді мына 7-менен 3-ті азайтатын болсақ 4 болады. Сонда бар болғаны 6,7-ден 4 деген есептің жауап шыға қояды екен. Ал келесі кезде, мына жерде санды. Ал мына жерде аралас саннан бөлшек санды азайтатын кезде, бүтін санды азайтатын кезде 16-дан 12-ні азайта қоямыз, 4 болады. 11-ден 7-ні қасына тіркеп жазамыз. Болғаны осы. Құрметті оқушылар, мінекей сабағымыз соңына таяп қалды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге түсінікті болу үшін барлығын жасадым. Енді қалған жұмыс сіздердікі. Үй жұмыстарын орындап, берілген тапсырмаларды уақытында жасап жүрейік. Барлығыңызға сәттілік, сау болыңыздар.